Атым Бақыт, фамилиям Рамазан. Бұл жерде жатқан менің інім, кенже інім Ердәулет Рамазан жатыр, 87 жылғы. Ермұрат Рахымбек деген немере інім жатыр, 91 жылғы. Бақыт Қастер, ұлым жатыр, жалғыз ұлым. Ол кісілер жалпы қай кезде ұстап әкетті, сол жөнінде айтсаңыз? Олар басы сол 5-ші негізі мына желтоқсанның аяғында келген, жаңа жылдан бір күн бұрын ба, 2 күн бұрын. Олар Алматыда болған, інім сол жерде мына Жібек жолы базарында кенженім немене запчасты сатады, машине, автобөлшектен. Дубайдан, Кореядан, Германиядан әкеліп. Енді балам Қаныш Сәтбаев атындағы университетте оқиды. Енді осылар сонымен екеуі бір былай жатқанда немене жатақ майлап жатқан ол жерде. Осы Талдықорғанға келген кезде ұстады ғой, сіз үйден ұстады ма, даладан ұстады ма, қайдан ұстады? Содан үйде демалып жатқан айдың 5 кетеміз деген, бір айдың 5 кете алмады. Мынадай әңгіме шықты ғой, барлық жерде оқиға 4 күні бұл әңгіме шықты. Кете алмады, сол 5 күн кетеміз деп, бұны жерде бензин жоқ, осындай қалаймақаншылықта. Сонымен мына жерде Қазмұнай заправкасында бензин бар екен деп соған кеткен. Соған кетіпті кеште. Бірақ мен онда хабардар болмағам, содан ана інім, өзінің баласы кенженім. Ана өзі қатты жақсы көреді, қасына ертіп алған ғой. Оның қасында жаңа немере інім үшеуі немен еткен, кенженімнің машинасы бар, Мерседес. Сонымен немен еткен, Қазмұнайдан бензин құйған, содан қайтып бұлар жолға шыққан, ана Абылайхан қарай шығып бара жатқанда ереуілге шыққан қалың адамдар соның нопырын көрген, сонымен солардың қасында біраз тұрған. Олар сонымен үйге келді енді түнде. Менде ешқандай хабарым жоқ. Сонымен ойбай осында сұмдық болып жатыр екен, андай-мындай болып жатыр екен деді, келді. Сонымен қойды, біз оны білмейміз. Енді айдың 10 күні, 10-ші қаңтар күні, түстен кейінгі сағат 4-тен 6 минут өткен кез. Мен енді екінті намазын оқиын деп, енді отырғам, енді орнымнан тұра бергенде шарқ еткен дауыс шықты. Сөйтсем ана менің қақпамды теуіп ашқан екен. Қалың қаруланған адамдар, қара киімді, ауыз басын таңқан, сары киімді адамдар басып кірді. Үйді қоршап алған, жат атамыз дейді. Сол жерде жатқан мал жоқ, балам шыға келіп, онды жатқызды жерге, жер деген көк мұз, су қалды, сементқа жатқызып қойды, Құдай сақтасын, өзім ауырып отырғам. Адам баласындар ма жоқ, немене, не қылсын, мынау кеудеден су өтіп кеткен мотор деді. Ешқайда қаратпайды. Баламды да осы текпелеп ұрғанда, мен мына жақ санымнан ұрды, мына жақ санымнан ұрғанда енді мына жақ саным жараланған, мына жақ бетім жараланған, мына жерде мылтықты думмен соқты біреуі. Бүйткен жата салыңдар себебін осындай мылтықты думмен ұрды. Аузы басынан ақ иткер көк ит шыққан, боқты орысша боқтайды, жапты баямайды дейді. Шешеңді деп тұрып осындай боқтық. Енді бір құзырлы органның адам болса білмеймін кімнен тәрбие алған. Осындай адамдар екен. Сонымен сөйтіп бір заманда ұрып, соғып, онымен төмен жақта бір үйге апарды. Енді бір заманда қарасам екенімді ұстап алып келген екен. Енді біреу текпілеп жатыр екен, бұрышта. Оны енді бір адамды енді оны танысымды айтпай-ақ қояйын. Енді оны өлім шығып, текпілеп зар илетеді, екінден ұрқанда бет ауыздар қан, жердің бәрі қан. Сонымен не заманда бір жарым сағаттай ұстап мен сосын қоя берді мені. Соны баламды алып кеткен. Содан айдың 10 күннен әкетіп 29-ші желтоқсан күні ма, 29-ші қаңтар ма, 30-ші күні әрең көрдім. Осы жерде шу шығарып жүріп, айғайлап жүріп әрең көрдім. Мен өлтірдім демес терем. 10 күннен кейін 2 аптадан кейін көрдіңіз ғой сондай? 3 аптаға таяу уақытта көрдім ғой. Әрең көргізмей, біз көргізбей, бермейміз. Сөйтсек сана бет аузынан жараланған, жазылмаған соны неме ету үшін дейді. Енді ана баламнан сұрасам, ол қисайып қалған тұр екен. Бірақ көп ештеңе айтпай қойды. Күйдірген жерінде әке маған бір дәрі берші, сондай біраз күйген жерлері бар, сол жазылмай тұрды, төкке соқтырған, басына салапан киіп тұншықтырған, текпілеген. Ой, енді адам төзгісіз айуандық дәрежеде. Бұрын Германияда ана нацистер енді қинағанда бұндай қинамаған, үлкен үйге кіргізеді екен, олар енді былай айтқанда улы газбен қыра салған, енді көп жаны қинамаған енді. Енді мыналар ондай емес, етінен ет кескен ғой былай айтқанда. Тырнақтың астынан ине жүгірткен, басқа салапан дорбаны кигізіп, тұншықтырған. Сонда бір бала өлген екен дейді. Сонан бір баз айтты дейді. Міне көрдіңіз бе? Мен бағана да айттым, ана жерде бір баланы өлтіріп тастаған, енді бір балаға келгенде қасында 1 милиция тұрып қойып, ойнап өліп қалып жүрмесін деп айтады дейді. Өлсе бағана ұқсап лақтыра саламыз, шығара саламыз деп айтты дейді. Осындай әрекеттер 3-4 адамды өлтірді мына жауыздар. Сонымен сол кәдімгідей күйдірген, салапан кигізген, текпілеген, дәзмалды басқа аяғы жазылмады. Енді інімді келгенде інімді зорлықпен шешіндіріп көрдім. Мынадар бір жерінде 3-4 жерінде қызарып күйген, еті жазылып, мына жақ екі жағынан ештеңе жоқ, күйдірген. Міне осындай жауыздық әрекеттер жасаған. Ініңіз шықты ғой, Шыққан жоқ, отыр, бәрі отыр осында. Кірген кезде көрдіңіз ғой, Кірген кезігіп көрдім.
енді өте сұмдық, өте жауыздық. Енді бұдарға неме таққаны, кенжелме таққан бап 87-дің 4-ші бап екен. Қару жарақ тыққан дейді. Енді бізді ешқандай қаратқан жоқ. Мына сенің мына балаңның әкелген қаруы, мына менің әкелген қаруы деп көрсеткен жоқ. Қасақана қастандық жасап отыр. Өздері апарды ма білмеймін. Енді артынан мен сенден сұрасам мына жерде айтады енді. Мына бір қара киімді адамдар тарқатқан дейді. Сендер ананы өртедік деп мойындаңдар деп мойнының артында ана әкімшілік өртеген ана Нұратанды өртедік деңдер ана банкоматты шақты деп мойындаңдар деп осындай істеген дейді. Ана 5-ші қабаттың үстінен аққан қан бір әйел айтты дейді, сөздер тазалық істейтін. Қан былай неменен ағып жатыр дейді, соны таң атқанша тазалап шықтым, үсті ыңырсыған адам таң атқанша деп айтты дейді. Өте айуандық, өте адам немене адам төзгісіз қинаудар жасаған міне. Осы мені көріп білген.